Теміртау қаласы Арғын руына жататын ежелгі мекенде Жауыртау шатқалының етегінде орналасқан. Кең байтақ даладан шатқалдың ең биік төбесі Жауыр шоқысын көруге болады. Теңіз деңгейінен 628 метр биіктік аса биік емес, дегенмен беткейлері тік. Оның кешегі күні саяхатшылар үшін бағыт-бағдар болғаны кездейсоқ емес. Бұл жерлерде 1865 жылы Гейнс пен 1896 жылы Шербиннің экспедициялары өтті. 20 ғасырдың басына дейінгі тарих аз зерттелген. Теміртау қаласының әкімдігі өңірдің тарихын зерделеу мақсатында Жауыртау ата-бабалар жолымен жобасының бастамашысы болды. Теміртау музейі іске асыруға кірісті. Жобаның бірінші кезеңі аумақты зерттеу, топонимдерді анықтау, осы тақырып бойынша қолжетімді құжаттар мен ғылыми жарияланымдарды анықтау болды. Жиналған материал Теміртау музейіндегі табиғи материалдарды пайдалана отырып, Жауыртау тұрғындарының қыстауын қайта жаңғыртуға мүмкіндік берді. Бұл кезең 19 ғасырдың басы мен 20 ғасырдың ортасындағы тарихи технологияларды қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Көшпенділер қыстауының тұсаукесері 2022 жылы өтті. Келесі кезең мұрағаттардағы жұмыс. Мұрағаттық құжаттардың көшірмелерімен жұмыс барысында жергілікті жердің әкімшілік бөлінісі анықталды. Сонымен қатар ауылдар бойынша көшпелі шаруашылықтардың тізімін және көші-қон бағыттары анықталды. Мұрағат көздері Жауыртау тұрғындарының руларға жататынын растады. Қазақстан Республикасының кинофото құжаттар мен дыбыс жазбаларының орталық мемлекеттік мұрағатында біз көшпенділердің өмірінің шаруашылық қырын баяндайтын 20 ғасырдың басындағы бірегей кадрларды таптық. Көші-қон процесін, тұрмыстық заттар, тұрғын үйлер және киім-кешек көрсететін фрагменттер таңдалды. Зерттеу жұмысы осымен шектелмейді. Өңіріміздің тарихын толық бейнелейтін материалдарды жинақтау, зерделеу одан әрі жалғаса береді.